Бұл кішігірім ой. Әр адамның өзінің тура жолы бар. Бірде адасамыз, бірде жол табамыз. Бірақ жол тапқанымыздан адасқанымыз көп секілді. Алла тағалам, кешірші барша пенделеріңді. Кешірші біз адастық тура жолдан. Жүрегімізді ақша мен байлық көмген. Қаншама адам осы өмірден өтіп өлген. Бәрі де бірі жанып, бірі сөнген, бірі қалған, бірі арта, бірі алда. Не істейміз, біз қай бұрыштамыз? Алла тағала, сен маған ұрыспашы. Мен түсінем әрине өз қателігімді. Арқалайым өзімнің жүгімді. Білем өз жолымды, тура жол табам деп өзіңе ғана сенем. Аллам, сенсің мені қалаған. Бір мешітке апарып орналастырған. Сонда жамағатпен бірде, жаңаша түрде, жаңаша бір өмірге көзқара салға бастаймын. Бауырым, кәне қосылшы қатарға. Таң атар ма егер болмасақ, біз мұсылман боп туылмасақ? Сонда қанша біздің қонымыз кәпірмен тең емес пе? Жүрегіміз кең емес пе біздің? Мұсылман емессің бе? Әлде сен елессің бе? Жоқ, елес болуға жол жоқ. Бірақ та 77-87 жарым жол көп. Соның бәрінен ғана тура жол таба аламыз. Өзімізді әрине рухани дінмен бағалаңыз өздеріңізді. Ішіңде сенің кім отыр? Қарашы ішіңе, жүрегіңе үңіліп. Шын мәнінде өмірден кетерсің бауырым түңіліп. Қаншама бауырларымыз, қаншама қала мен ауылдарымыз адасып араққа тұншыққан сол жерінде орында қалақ қойған. Қаншама болған арман, бәрі де жалған, бәрі де бақытты арақтан, ақшадан іздейді, ешқашан үміт үзбейді. Бірақ та бақыттың жолы Алланың жолында екенін көп жандар білмейді. Солай.